Тұрғын үйді терма жаңғырту бағдарламасын алдымен тұрғындардың өздері қадағалау керек. Келісім шартқа қол қоймас бұрын жобаның сметалық құжатын жақсы білген дұрыс. Себебі еліміз бойынша осы бағдарламаға алдымен келісім беріп, кейін шағымданатындар көбейген. Бүгін Астанада мамандар түйткілдің қайдан шығып жатқанын зерделеп, тұрғындарға кеңес берді. Модернизация бағдарламасы Шымкенттегі мұнайдың тұрғындары үшін қазір бас ауруға айналған. Жөндеу жұмыстары жүргізілгелі үйіміз тас түнек дейді. Терезе витраждарын қоңыр түспен жасағандықтан күндізде жарық қосып отыруға тура келеді дейді. Ал қайта қапталды деген шатырдан алғашқы жауған жаңбырдың суы өтіп кетіпті. Мы поставили хорошие. Жылу беру жүйесін толық жаңарттық, алайда олар Қытайдың осал темірлерін қойыпты. Жаңғырту жұмыстарынан соң жылу бергенде жертөле астында 4 рет құбырлар жарылды. Тұрғындар үшін ең қиыны осылай қалай болса солай жасаған жұмыстар үшін ай сайын қомақты қаражат төлеуге мәжбүр болып отырғандықтары. Жалпы жаңғырту бағдарламасының сапасыз жүргізілгені туралы мысалды барлық өңірден де табуға болады. Бүгін осы мәселеге қатысты Астанада бас қосқан мамандар барлық кемшіліктерді істі қолға алған мердігер компаниялар қайта жөндеу керектігін айтты. Халықаралық ұйымдардың эксперттерін, жетекшілерін осында шақырып, осы Еуропада, әлемде болып жатқан тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын энергия үнемдеу бойынша жаңа жетістіктерін, олардың әдістемелерін осында Қазақстанға енгізуге жұмыстар жүргізіп жатыр. Мамандар мұндай жағдайлар туындамау үшін тұрғындардың өздері де бейжай қарамау керектігін айтады. Яғни белсенді болып, жобалық сметалық құжаттарды тексергеннен соң ғана келісімге қол қоюлары керек дейді. Если люди пассивны. Егерде адамдар жөндеу жұмыстарын бақылауға алмай белсенділік танытпаған жағдайда кінә өздерінен. Әрбір тұрғын өз жағдайларын ойлау керек. Сонда ғана бағдарламаның тиімділігі артады. 90-шы жылдардан күрделі жөндеуден өтпеген үйлер қала көркін бұзумен қатар халықтың ыңғайлы өмір сүруіне кері әсер етеді. Сондықтан да жаңғырту бағдарламасының қажет екені сөзсіз. Бірақ мәселе бағдарламаның жүзеге асуын қадағалаудың аздығы болып отыр. Айгерім Мейірханова, Қайрат Салықов, Еуразия бірінші арнасы.